Құрметті әріптестер, мен Тараз қаласы нөмірі 40 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ордабекова Айдана Мұратқызы бүгін сіздерге 9 сыныптарға арналған панорамалық сабағымды ұсынамын. Бүгінгі панорамалық сабағымыздың тақырыбы биотехнолог маман дегеніміз кім? Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау және де ең бастысы тақырыпты өмірмен байланыстыру. Сабағымызға кіріспес бұрын міндетті түрде балаларды сабақта қолданылатын бағалау критерийлерімен және де кері байланыс түрлерімен таныстырамыз. Сондай-ақ бүгінгі сабағымызда жеке, жұптық және топтық жұмыс түрлері қолданылады және де бұндай жұмыс түрлерінің де өздерінің бағалау критерийлері болады. Мұндай жұмыс түрлерімен және де бағалау критерийлерімен де оқушыларды таныстырамыз. Оқушыларды сабақтың тақырыбымен таныстырмас бұрын сабақтың тақырыбын бейнематериал арқылы болжатамыз. Тарында елде білім мен ғылымды дамытудың берік іргетасы қаланды. Бірқатар салалық бағыт бойынша ілгерілеуді байқауға болады. Соның бірі биотехнология. Қазір осы саланың өркендеуіне зор үлес қосып отырған ұлттық биотехнология орталығында бірқатар жоба жүзеге сәтті асырылып жатыр. Біз ұлттық биотехнология орталығындағы өсімдіктерді селекциялау зертханасындамыз. Мұнда ғалымдар қызыл кітапқа енген және жойылып бара жатқан өсімдіктерді және жеміс-жидектерді көбейтумен айналысады. Осының ішіндегі бір ғана мына недведский алмасын алатын болсақ, бұл сонау Қытай, Қырғызстан елімен қатар Алматының оңтүстігінде ғана өсетін өсімдік екен. Осы недведский алмасын орталық Қазақстанға жерсіндіріп жатыр. Бұйырса, бір 7 жылдың көлемінде дәнін береді. Мұндағы ғалымдар биотехнология әдістерін қолданып, қоршаған ортаның қолайсыз факторларына төзімді өсімдік сорттары мен жаңа түрлерін шығарады. Көкөністер мен жеміс-жидектерді, тал-теректі бактериялық және вирустық аурулардан сауықтыру да осы мамандардың қолында. Біздің зертханамыз негізінен жоғалып бара жатқан және сиреп бара жатқан өсімдіктерді микроклонды көбейту әдісімен айналысады. Осы алынған, әдіс бойынша алынған өсімдіктердің тіршілікке қабілеттілігі 90% құрайды. Барлық жұмыстар микроклонды көбейту әдісінің жұмыстары. Одан кейін ол алынған өсімдіктер негізі арнайы қоректік орталарға салынады. Сондай-ақ еліміз қазір осыған емес, жалпы ғылымды қаржыландыру арқылы саланы коммерциялық бағытта дамытуға ерекше көңіл болып отыр. Яғни ғалымдардың өнертабыстары бір орында тұралап қалмас үшін оны бизнеске айналдыруға жетті мамандар. Қазірде барлық жоба ғылым қорының қолдауымен жүзеге асырылып жатыр. Қор басшысы Арнор Сариевтің сөзінше, сату көлемі 100 миллион теңгеден асып, ғалымдар пассивті кір салып отыр. Ғылыми әзірлемелердің биологиялық, медициналық, тағамдық және сүт сарысу негізіндегі сусындар, пребиотиктер және тағы басқада түрлері бар. Фонд науки занимается коммерциализацией. Ғылым қоры ғылыми жетістіктерді коммерцияландырумен айналысады. Міндетіміз ғылымға негізделген бизнесті қалыптастыру. Біздің қоржынымызда қазір түрлі саладағы 151 жоба бар. Біз ғылыми тұрғыда дәлелденген нақты жобаларға қаржы құямыз. Отандық ғалымдардың кейбір жұмысына шетелден қызығушы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қолданылатын жаңа сөздермен таныстырамыз. Бірінші тапсырмамыз домино 2 әдісі деп аталады. Бұл тапсырма бойынша балалар жаңа сөздермен танысып болған соң, әрқайсысы жаңа сөзбен сөйлем құрайды.
Келесі тапсырма ара ұясы әдісі деп аталады. Бұл өздеріңіз көріп тұрғандай жұптық жұмыс. Тапсырма қадамдарына тоқталатын болсақ, оқушылар бірінші мәтінді тыңдайды. Бірінші нөмірлі оқушы мәтін бойынша сұрақ, ал екінші нөмірлі оқушы өзінің жұбының сұрағына жауап құрастырады. Сабақ басталмас бұрын әр оқушыға нөмірлер таратылады. Үшінші тапсырма ең зерек тапсырмасы. Бұл топтық жұмыс. Оқушылар мәтінді тыңдап болған соң, бірінші топ оқушылары 4 дұрыс ақпаратты анықтайды, екінші топ оқушылары 4 дұрыс емес ақпаратты анықтайды, үшінші топ оқушылары 4 нақты фактіні анықтайды. 3 топқа 3 түрлі мәтін тыңдатылады. Келесі тапсырма бинго әдісі деп аталады. Бұл жеке жұмыс. Мәтінді оқып болған соң, оқушылар кестедегі сұрақтарға жылдам жауап беру керек. Бұл жылдамдықты өлшейтін тапсырма. Келесі тапсырма ойлан, тап, құрастыр деп аталады. Бұл топтық жұмыс. 3 топқа 3 түрлі тапсырма таратылады. Бірінші топ биотехнология туралы қызықты ақпараттарды қатыстыра отырып, топтық әңгіме құрастырады. Екінші топ биотехнология мамандығының Қазақстандағы хал ахуалы жайлы әңгімелейді. Үшінші топ оқушылары биотехнолог мамандығының жағымды жақтары туралы әңгімелейді. Келесі тапсырма ұпай кімге бұйырады деп аталады. Ұпай кімге бұйырады тапсырмасы да оқушылардың жылдамдығын және де олардың оқу деңгейін тексеру үшін беріледі. Әр топ 1 минут ішінде мұғалім қоятын жылдам, жедел сұрақтарға өте жылдам темпте жауап берулер керек. Сұрақтар міндетті түрде тақырып туралы емес, басқа да әдебиет туралы немесе грамматикаға қатысты сұрақтар болуы мүмкін. Мұндай жаттығу арқылы біз оқушылардың жаттау жадысын, оқу жадысын тексереміз және жаттықтырамыз. Сабақтың соңында міндетті түрде әр баладан кері байланыс алу үшін мұғалім осындай борт журналы деген жеке жұмысты орындатады. Бұл тапсырма бойынша әр оқушы тақырып бойынша сабақта білген және де келесі сабақта білгісі келетін ақпараты немесе сұрағы туралы жазады. Сабақтың соңында міндетті түрде оқушылармен бүгінгі мақсатқа жетіп жетпегендігіміз туралы әңгіме қозғау қажет. Үй тапсырмасы биотехнолог маман дегеніміз кім тақырыбына шағын шығарма жазу. Шығарма көлемі кемінде 10 сөйлемнен тұруы қажет. Бұл тапсырма бойынша шығарманың көлемі емес, сөйлемнің мағынасы және де олардың байланысу тәсілдері логикалық мағынасына мән беріледі.